Ассалаумалейкум, сіздермен Актел достық лигасының күнделігінің 3-ші шығарылымы. Оның жүргізушісі мен Сағынып Шандос және Жұмабеков Абылайхан. Бүгін бізде қонақта лицейіміздің 2006 жылғы түлегі, Ордаспорт командасының капитаны, супер-пупер шабуылшы, біздің лиганың златаны десек болады, легенда, фазенда десек болады, Шенгелбаев Мұрат ағамыз. Және де біздің екінші қонағымыз лицейдің 2017 жылғы түлегі, Назарбаев университетінің 3-ші курс студенті, Актел Юнити командасының капитаны Өтінбай Шерхан. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Байқап отырсыздар ма? Мына жерде жиналған адамдар ештеңеден үміті жоқ уже лигада. Главное участие дейтін командалар жинап қалыппыз. Енді кірсе болды дейтін. Иә, барып қайтсақ болды, ойнап қайтайық жігіттер аптасына береді деген сондай бір неде қалыппыз. Бір өзіміз отырып, бір жақсы сұхбат болсын, жақсы әңгіме болсын, өзіміз отырып шай ішейік форматында өткізетін боламыз. Біздің подкасттарды көріп жүрсіздер ма? Иә, көріп жүр. Онда қысқаша мазмұнын білесіздер. Былай да айтып өтсек те болады. Өткен турға бірінші шолу жасаймыз, сіздердің сарапшылық пікірлеріңізді аламыз. Одан кейін алда болатын турға болжам бересіздер. Ол болжамдарыңыз маңызды, өйткені оны біз оны саралаймыз, қоямыз, тексереміз. Ең соңында кім көбірек дұрыс сәйкес келді, соған бойынша бір сыйлығымыз бар өзіміздің, осы ұйымдастырушылардың атынан. Және түлектерден сұрақ деген айдарымыз бар. Ол сұрақтар бізге Instagram желісінде өздеріңіз білесіздер, пост қойдық, сол бойынша біраз сұрақ жиналды, біздегі сақтаулы. Қонақтарымыздың сіздерге қояр қызықты сұрақтары бар. Сұрақтарға бірінші болып жауап берген түлектерімізге қонақтардың сыйлықтары бар. Осы шығарылымды соңына дейін көріңіз. Мүмкін сіз жеңімпаз болып қаларсыз. Сонымен бірінші айдарымыз өткен турға шолу. Өткен турдың алғашқы матчы турды ашқан Фофан мен Соқпет командаларының арасында болған ойын. Талабы Таудай Соқпет командасы 9-да 2 есебімен ойсырата жеңді десек болады жалпы. Ары қарай матч туралы толығырақ әріптесім. Соқпет пен Фофан командалары, яғни 2011-лер мен 2016-лар. Бұл неге мұндай счет болды деп айтатын болсақ, ол Соқпет командасында бір особый мотивация бар қазір. Өйткені олар жүлделі орындарға үміттері ашылды. Соңғы ойындар жақсы ұтқандарына байланысты және кейбір командалар сәтсіздік көрсеткеніне байланысты олар алға шығып кетті. Енді қазір алдыңғы Соқпет командасының капитаны Сархан келген болатын подкастымызда. Сол айтқан тұғын, бізде особый мотивациямыз бар, үмітіміз бар деді. Бір үштікке кіріп қалатын. Сол бойынша есепті қарасаңыздар 9-да 2. Мен алдыңғы подкастта бір мақтағам, 5-ды жақсы ойнайды екен, вратары бар, Батырхан, Фархат деген. Бұл енді соны дәлелдеген сияқты. 5 гол салды, жауапсыз 5 гол салды. Одан кейін 1 голды Алиби, Нұрғиса және Сархан. Сархан өтірік істейді ойдым сол. Ақсақ тыңдап жүрмін мен. Үйтіп жүрмін деп 2 гол салды ол. Ол еще бомбардирлердің списігінде тұр. Сондықтан Сарханға уже оқушылардың арасында, түлектердің арасында бірінші тұр. Негізі ол политика ма, құйтырқы тактика ма деймін. Лицей түлектерінен бірінші тұр. Енді менімен бөлісіп тұр ғой. Бауыржан бар. Оған отдельно тоқталамыз. Оған бөлек тоқталамыз. Қазір тек матчтың аумағындағы әңгімені айтайық. Бірінші тайм Соқпет командасы Фархат полевой көріп болды. Ойнады. Олардың голдар басын стандарттан кірді. Арттан жүгіреді Фархат, угловойдан береді на ход и тепеді. Сол аяқпен тепеді. Дәл сол бір точка, бір не деген болады, девятка. Соған сол жерге кіре берді голдың бәрі. Бұл ойында Форфан командасы есепті ашқан болатын. Форфанның ойында бір не жоқ андай? Жүйе жоқ, Тек қана алға деген сияқты. Анау бізде біздің матчтар түсіреді ғой. Соның звездасы бар, Нұршайық деген. Бас түседі всегда камераға. Сол Нұршайық осы ойынның звездасы болды, Форфанның. Бетке ұстар ойыншысы болып көрінді. Алыстан гол салды. Гол салып жүр. Нұршайық жақсы ойнап жүр. Жас болса да, жас қосылған ғой. Нұршайық деген. 11 нөмір ойнайды. Екінші гол ғой жаңағы. Екінші гол. Слету салды ма? Қадап тастады алыстан.
бірден қадап тасады тастады. Дальний угол қадап тастады. Иә. уголға кірді ғой. Нелердің Соқпеттің ойыны ол әдемі болды. Өздерінің жүйеленген ойындары бар. Соқпет енді бұл ойыны маған қатты бір не алып келген жоқ. Өйткені ол андай бір тартысты болған жоқ. Бірден оңай салынды голдар. Екінші тайм полностью пятый ойнады. Ұтып жатты. Негізінен жаңағы бірінші таймда сол счет неше болып тұрды бірінші таймда. Бірінші таймда ұтып жатты бұлар. Бір 3-2 Иә, сондай бір ұтып тұрған. Сол кезде бірден пятый қосып тастады. Бір жағынан Форфанның несі де жоқ жаңағы. Замена қалай болатын қазақша. Қосалқы ойыншылары жоқ қой. Форфанның ол да қатты әсерін береді ғой өзінің. Қосалқы ойыншы болды, бірақ екі ойыншы болды, иә. Енді былай ғой, ойын мысалға сен жаңа қосалқы екі ойыншың болса, ойында бірінші төрттік шамалы ойында топты Соқпетке беріп қою керек еді. Иә. Өздері жатып алу керек еді. Жаңа неде, защитада. Бұл жерде физикаға салып жатыр да, бүкіл допты алған кезде әр ойыншысы физикаға салып жатыр да. Болды ғой, ол шаршайды ғой. Иә. Соқпет шаршатып алды да, уже екінші тайм спокойно. Салып тастады голдарын. Соқпеттің легионер жайында айтып тұр. Иә. Былайша әр матчта результативный нелер көрсетпейді. Яғни гол, голевой деген сияқты жасамайды. Бірақ сол Соқпеттің ойынын ұстап тұрған адамдардың ключевой ойыншылардың бірі деп білемін. Өйткені мысалға сол артта бір өзі тұрса да 3 адам позиционный атака жасайтын кезде командаластары уайымдамайды тым. Қалатын болдық қой қазір. Артта өткен бетон болып ұстап тұрады ол. Или любой момент пас бере алады оған. Дұрыс атаканы сол жақтан оң жаққа ауыстыратын болса, спокойно через легионер арқылы ойнайды. Атын білмейді кім. Бегарс кешегі ойында ойнады ма? Иә. Ол ойны ойнаған жоқ. Сол арқылы да ойнайды. Оған да пас береді да спокойно ол қазір. Айнып қалады ау. Уверенно. Негізі сол ғой ойынның негізі не деуге болады, 90% сәттілік ол арттағы ойыншыға уверенность болса, арттағы ойыншы сеніп тұрсаң, уже алда ойнай аласың. Сондықтан Соқпетке в этом плане повезло. И жігіттер 9-да 2 есебімен үлкен заявочка тастады. Енді біз жүлделі орындамыз. Біздің енді бірақ мысалға Юнитиге не жетіспеді. Өзара ойнадыңыздар, осының алдындағы турда. Как раз Сархан болды, енді екінші шақты тыңдайық. Шерхан? Бізде Соқпетке қарсы нақты бір нәрсе жетіспеді деп айта алмаймын, бірақ олар біріншіден мықтырақ болды бізден. Шыны керек, команда ойында да, жеке-жеке алғанда да. Жеке-жеке дегенде енді прям мықты емес, бірақ команда оларда жүйе болды. Олар қалай атака жасайтынын білді. Және олардың поляда болған артта ойнаған Фархат, легионері, олар допты ұстап білді. Допты ұстай алады. Біз прессинг жасауға тырыстық. Прессинг жасасақ та дұрыс бір результаттарға жете алмадық. Артта қалатын болсақ, олардың 5-й қосылады, олар 5-ке 4 ойнап жатыр біздің болшыға қарсы. Біз сол бойынша қиын болды. Еще бізге ойынға кіруіміз де қиын болды. Біз ойынға екінші таймда ғана кірдік. Өзі счет уже 3-0 болды бізге. Уже қиын болып кетті. Қиын болды. Олар өздеріне уверенность жинады. Негізі енді Соқпет командасы түсінікті ғой. Мотивациясы бар олардың. Ойынға келіп, қазір бәрі у них получается. Ойында жүріп жатыр да олардың. Форфанға қиындау. Енді қалды 2 тур. Бұл жігіттерге риза болатын себебім ұтылып жатыр да. Бірақ алайда 7-8 бала жиналып келіп жатыр. Оның өзі де үлкен бір не, жігіттер жинақтап жүрген. Қойып жатқан жоқ дейсіз. Бір штик кетіп жатыр ғой. Данияр деген жігіттер, Ерсұлтан деген жігіттер мысалға балдарға ұйымдастырып, Әлшер деген жігіт бар мысалға ұйымдасып өздері келіп жатыр. Сол үшін Форфан командасына рахмет. Жеңісті күндер алда деп ойлаймыз. Екінші ойынға келейік, осы турдың орталық матчы деп айтсақ болады. Достар мен Сайкерс командасы арасында өтті. Бұл ойында кестедегі бірінші ойынға талас болды жалпы. Тартысты кездесуде асыға алшынан түскен Сайкерс командасы 3-0 есебімен Достар командасын жеңген екен. Осы матч туралы толығырақ. Бұл ойында үлкен бір жырлап айтатын матч болды. Ел аузында жүрген дейді ғой. Билікті жаңағыдай кім қай жерін айтатын. Бұл ойынды айтқысы келетін сияқты жаңағыдай. Мен тек тезисін айтайын. Мысалға бұл жерде исламда особая мотивация болды.
ай берген оған аспандағы айды берем деді ма білмеймін, әйтеуір бірден дубль жасап бір не қылып жүр, бір құлшынып жүр, істеп саққысы келіп жүр екен. Гол салғанда да бір өзгеше болды. Өзгеше болып не қылды, бір сондай болды. Баша өзінің несінде біздің алыстан тебеді. Бұл жерде енді Аймұраттың да көмегі болды. Нұрсұлтан. Защитник, соңынан ойнайды. Жаңа айттық қой, артта ойыншы жақсы ойнаса, ол команданың сәттілігі деп. Арттан тепті, бұл жерде Аймұрат та көмектесті енді. Өткізіп алды, гол сөйтіп кірді. Негізі гол, бұл ойында мен былай айта аламын, гол достарын тепкен голы кірмейді, қанша тепті. Ермұхамедте 3 момент, Нұрекеңде 2-3 момент болды уже. Енді створ теуіп атты ол кісі, бірақ қолында шығып атты. Бірақ Сайкестің тепкен голы қолға тиді, екінші голы Болатқа тиді, сөйтіп бір воротаны тауып атты топтар. Достарда ойын жүрмеді өзінше бір несі болды. Бір тағы да командада мынандай жағдай болды. Алдыңғы ойында мен айтып, Рахым шықпайды, бітті, 2 жол тиді ме білмеймін. Бұл матчта негізінен Рахимнің шыққаны дұрыс болды. Шығарғаны да жаңағы ойын қызық қылды. Юристтер көп қой. Ол командада достарда юристтер көп болғанда, бір жақсы юрист кісі бар ол жақта. Сол апелляция берді, сөйтіп Рахимді кіргізді. Негізінен ойында Рахимнің болғаны өте дұрыс болды. Өйткені бұл осы турдың орталық ойыны деп емес, бүкіл турнирдің орталық ойыны болған сияқты. Өйткені Нұрлан Башқан, сосын Ермұхамед келді жаңағы, сосын Болат та жарыстың басынан Болат та осы алдыңғы Қайсар ойынынан бір рет шықты деймін осы ойынға. Енді соңғы 2 ойында жаңағы Ермұхамед, Башқан, сосын Болаттың қосылуымен ойын өте ойындар өзгерді сапасы. Алдында Рахим енді былай айтқан кезде Қанекең екеуі, жаңа Рахим мен Қанекең екеуі не болып жүрді ғой, ойынды тартып жүрді. Бұл жерде жаңа бірінші 4-тік кім болды? Бұларда Рахим, жаңа Қанекең. Қанекең болды. Танжарық. Танжарик. Башқан. Башқан енді Рахим, сосын Ермұхамед, Болат болды деймін бірінші. Сол Рахим болмағанда да ойын басқаша жүретін еді деп ойлаймын. Сол Рахимді қалдырып, апелляциядан ұтып шығып, Рахимді қалдырғаны өте дұрыс болды деп санаймын. Бірақ енді мен айта кетейінші, мен негізі кішкене қосылмаймын. Бірінші тайм былай қарағанда толықтай Сайкерстің басымдығы көрінді ғой бірінші таймда, толықтай деп айтайықшы. Бірінші тайм, екінші тайм Рахим болған жоқ. Бірақ екінші таймда достар лучше жақсырақ ойнады. Мен ойлаймын, может Рахим бұл ойынға керек емес пе еді деп. Сіз мысалы айтасыз керек еді дейсіз, а мен ойымша керек емес еді. Өйткені бұл жерде уже жаңағы біздің Ермұхамед және Нұрлан ағалардың ойыны жанданды. Бірақ бұл жерде енді жаңағы ғой, сәттілік қой, бұл жерде сәттілік жолдасы болу керек та бір жағынан. Сайкерстің айтарым, Сайкерстің өте дисциплинасы өте мықты, жаңағы асықпай, қорықпай ойнайды, моменттерін бәрін жаңағы былай айтқан кезде 100% өзінің несін 100% қолданып деп ойлаймын өзінің моменттерін. Бұлай бөліп жаратын ойыншы бар ма? Атын айтқым келіп тұрған мысалы, осы ойыншы мен ешкім айтпайды, бірақ менің ойымша осы мықты деген сияқты бар ма? Сайкерс командасынан ба? Сайкерс командасынан мысалға, немесе достар ойында жалпы осы матчта. Екі жақтың да пікірін алайыншы. Сөйлей салайын. Сөзіңді бөлейін. Осы матчты негізі толықтай қараған жоқпын басынан аяғына дейін. Бұл матч біздің алдымыздағы матч болды. Мен келіп дайындық үстінде. Дайындық үстінде болды. Мен шамалы осы бір ерекшелік болған жоқ па да осы матчта. Судьямен арасында красаваңыз ешкім яғни кете берейінші демейді ғой. Сондай болды. Мен сол кезде төбеден қарап тұрған едім. Сайкерс командасынан негізі біреуді бөліп жарған қате деп ойлаймын. Өйткені реально солардың командасы қарағанда команда екен, команда осылай ойнау керек деп соған қарай талпынасың негізі. Достарға хейтер ме деп қалдым. Достарға болып қалған ғой. Сіздер сосын тағы да айтайын деп жатыр. Жоқ, болдым болса. Бөліп жаратын ондай ойыншы жоқ. Мен енді екі командада айтатын ойыншылар бар өзінің ойын. Сайкерс дегенде результат говорит за себя. Жомарт Ислам деген ойыншы. Легионері.
балдардың бәрінің ойын аттарын көп Айбергенді білемін енді. Қалғанда аттарын былай жақсы біле бермеймін, бірақ ойындары бәрі де былай укомплектованная команда дейді ғой. Бүкіл ойыншылары жақсы ойын көрсетеді. Бірақ мынау Жомарт Ислам оның креативный да. Басқа ойындарда мен бірден келіп қараған кезде мен ойладым, мынау лицейский бала емес ғой, мынау бір школасы басқаша да. Жаңағыдай ойында көрініп тұрады. Креативный не қылады, қаншама голды былайынша ближнийға да салып жатыр, бұл дальныйға тиетін жерде жаңағы неординарный решениялар қабылдайтын, и мына жерде де шамалы мінез керек болды оған. Жаңағыдай голдарды салу үшін бірден бар момент ешкімге паста бере давайте еткен жоқ, не қылмай бірден салып жіберді. Сосын кімді жаңағы достардан енді Башкат. Ол 7-ші турдың үздік ойыншысы атанды. Өткен турдың. Өткен 60 турдың. Қайсар ойын матчта лучший игрокты алды. Кубогын да берді. Ол үшін құттықтап қойып Нұрекеңді. 3 адамның арасынан гол салу, түртіп жіберу деген сияқты таза нападающий есі болды. Нападающий емес, мен өзім кімді Башканың ойынын Зиданның ойынымен салыстыра аламын же жаңағы. Асықпай, не қылмай, былай беретін жерінде пасты беріп, тебетін жерінде тебет. Енді кезінде жаңағы шабуылшы еді ғой, қазір былай арттан ойнап жүр ғой. Былай ерекше айтатын былай екі командамды үздік ойыншылар бар. Сол Сайкерсте кім? Жомарт Ислам. Неден достардан Нұрекең. Стоп, 5 минут демалыс. Осыдан фидбэк кетеді ғой. Ал? Нені өлтіреді? Сайкерс дейтін футбольный магазин ғой. Осы киімдердің бәрі ұсақталған. Базар жақтағы. Яғни Нұрдинаның 2-ші этажында шекқан базар Жайнарына көшесіндегі, Одностроенный көшесіндегі Нұрдинаның 2-ші этажында 2012 түлектің Сайкерс дейтін футбольный. Соған қойған осында. Сайкерс командаларының атын да соған қойған. Жалпы егер де сіздер де өздеріңізді бір нағыз футболшы сезінгілеріңіз келсе, Сайкерс спорттық киімдер дүкенінен киініңіздер. Актыл достық лигасының ойыншыларына көптеген скидкалар болып жатыр. Барып, осы скидкалардан құр қалмаңыздар. Сонымен осы матч 3-0 болып, Сайкерс командасының пайдасына шешілді ғой. Ол ұзақ айта беретін әңгіме. Бұл екеуін достар да жақсы команда деп айта аламын. Сосын жаңағыдай апелляция берумен, жаңағыдай полеға шығумен, жаңағы контент жасап жүрген. Өздерін былай айтқан кезде бір турнирді не қылып жатыр да, дәрежесін көтеріп жатыр деп ойлаймын да, жаңағы конкуренцияға оядық та. Апта сайын тренер күштеп тұрады. Дұрыс, өте жақсы да енді бұл кісілерде жасы бізден үлкен не 3 жыл ма? 3 жылдың нелері, түлектері жақсы өте. Турдың 3-ші матчына келейік. Тоқтамамызға қарай. Актыл Unity және ең жас команда Актыл Unity, және ең тәжірибелі команда Тұран командаларының арасында өтті. 8-3 есебімен Актыл Unity командасының пайдасына шешілді. Шерхан жеңісімен құттықтаймыз. құттықтағанда Шерхан даже что-то аямапты. Ағаларын не қылмапты. Ой сұратты ма? Ой сұратыпты бұл ойында. Білмеймін енді. 3-8 деген жалпы қалай әдемі ма жоқ? Жоқ, бұл жерде мынадан бастау керек. Негізі аямапты деген емес. Бізде бұған дейін мынандай матчтар болды. Мысалы 5-3 болып ұтып жатып та очко беріп қойған. Даже очконы полностью терять етіп алған моменттеріміз де болды. Мысалы 4-2 ұтып жатамыз да 5-4 ұтып қаламыз деген сияқты. Сол үшін бізге вообще тоқтауға болмайтын болды. Сол үшін болды бұндай счет негізі. Оны біреуді ұту, очко жинау, гол жинау деген сияқты мақсат ешқандай. Біз просто давай гол салайық деп емес, давай давай етейік, расслабиться етпейік деп солай ойнадық. Бірінші тайм екі жақты ойын болды, бірақ Тұран командасы басымырақ болды деп ойлаймын. Бірінші тайм. Екінші таймда бірақ 100%-ық Актыл қолына алды ғой ойынды. Ойынды қолына алды, реализацияларда көбірек салды. Ағаларда момент болды, ағасағада қанша момент болды. Бірақ Заминыз ойнап жатыр. жас бірақ ойындары жақсы. Ойындары
есеп 1-1 болды бірінші таймнан кейін. Бірақ бізде ешқандай не болған жоқ андай. Давай салайық, что-то ничего жатыр, соңғы орында тұрған команда ұтуымыз керек деген сияқты болған жоқ. Біз білдік өзіміздің осы ойынмен, главное спокойно и до конца давить етіп, сөйтіп салатымызды білдік. Ұтатымызды білдік болғанда, білдік емес, соған жұмыс істеуіміз керек болды біз. Біз вообще оны счет ойлау немесе гол салмай жатқанымызды, момент жасай алмай жатқанымызды ойламау емес. Спокойно ойнайық. Осылай жаңағы істегенімізді жалғастырайық. И заменаларымызда жалпы біздің команда үлкен болғасын. Үлкен болғанда біз бір-бірімізді качественно терять етпей замена жасай аламыз. Соның бәрін ауыстырып, асықпай, енді почти бүкіл матч бойы, енді 30 минут бойы темпті жоғалтпай ойнадық деп ойлаймын. Соның арқасында жеттік деп ойлаймын. Actel Unity командасы негізі мен айтқаным оның алдында ешқандай қайнамайды, өз ойындарын ойнайды. Пастар әдемі, алатта соңына дейін, мен жақсы көретін команда, соңына дейін жеткізіп тебеді да, салады немесе салмайды, ол енді уже шансқа байланысты нәрсе. Бірақ өткен ойын шамалы қайнау болды, оны түсінуге болады. Дерби, бір жас арасындағы командалар болғаннан кейін шамалы кішкене бір қайнау сәті болды, ол нормально деп есептейміз. Қалыпты нәрсе. Қалыпты нәрсе. Бұл ойында өте жақсы ойын көрсетті. Мүмкін жаңағы айтып жатыр ғой, бізде красный 3 ойыннан кейін бір ойымыз дисквалификация алды да, біздің бір ойыншым ойнай алмады деді, основада ойнайтын. Мен ойлап жатырмын, мүмкін сол да бір жақсы эффект берді ма? Өйткені команда тиянақты ойнады. Жаңағыдай ғой, бір-бір болып жатқан кезде өздері уверенно. Бірақ дәл сол ситуациядан сіз өттіңіздер, өйткені басқа ойындарда да ұтып келе жатыр, беріп қою деген сәттері болды. Может, қайнамауға осы жақсырақ болған шығар. Тыныш және жақсы ойнадыңыздар да. Бір немен механизм ретінде ешқандай бір ауытқу болған жоқ. Алдыңғы подкастта да естідім, осы әділет ойнамаса ұтатын шығар деген сияқтыларды. Бірақ мен бұны толықтай түсінбедім. Может, сіздерге сырттан виднее шығар. Бірақ мен айтамын, ол бізде командада болса, может, біз бұдан азырақ гол жібереміз деп ойлаймын. Мүмкін жіберер. Өйткені әділет полностью дисциплинаны ойнамағанмен, ол артына адам жібермеймін деді ма, жібермейді болды. Қолмен ұстаса да, құлатса да, тоқтатса да, не істесе де. Ол бірінші ойын. Сосын, может, оның ұта алмайтындығы сөйтіп кері әсер береді. Мысалға, тең болып жатқан кезде ол бітті салуым керек. Не істесем де ұтылмауым керек деген сияқты ой, қызуғаны, может кері әсерін беруі мүмкін. Бірақ енді турнир енді басталып, бұндай турнирге бірінші рет қатысып отыр. Командамен де, жалпы ең жас командамыз ғой. Енді бір-бірімізге енді үйренісіп жатыр. Енді біздің команда енді жиналып отыр. Енді гол жіберген нәрсе ол нормальный нәрсе екен. Енді жайым деп командаға кіріп жатыр. Ұтылуда болатын түсініп жатыр турнирде. И әр нәрседен максимум шығаруға тырысып жатыр. Гол жіберсек те нормально, одан сабақ алып үйреніп қалай келесіде жібермеу керек деген сияқты. Енді осы гол салған ойыншыларға тоқталайық. Қазбек Сермахан Алматыдан келген ойыншы. Бір сұрақ бар. Жалпы бұл Unity командасы мысалға ойын әдемі деп тұр қой, жақсы ойнайды деп ше. Жетіспеген фактор не ол? Соңында жетпей қалып тұрды ғой. Әр матчта даже Айберген де айтты, оны Сархан да айтты. Біздің келген сарапшылардың бәрі айтып отыр. Бір нәрсе жетпей қалып отырады дейді да соңында. Бір жігіттер жақсы ойнайды дейді, бір-бірлерін түсінеді, бірге ойнап жүрген балдар, бір нәрсе жетпейді дейді. Сіздің ойыңызша? Мүмкін бізде жетіспейтін нәрсе ол именно финишинг. Соңғы аккорд па, не соңғы нүктені қоя алмаймыз дұрыс. Біз уже ойымыздың бәрі давай былай создать етеміз дейміз да, уже создать еткеннен кейін автоматически уже мышцамыздың өзі үйреніп қалған, ол біз типа миссияны бітірдім деген сияқты. Хотя миссияны гол кірген жоқ, удар жасалынған жоқ, самое главное. Біз өттік дейміз да, уже ішіміз интуитивно қуанып кетеміз біз. О, болды, өттік, 1-1 шықтық деген сияқты болады да. И удар моментке келген кезде удар жасай алмай қаламыз. Или жасаймыз, дұрыс жасай алмай қалады деген сияқты. Енді ойыншыларға тоқталайық. Хет-трик жасады Қазбек. Алматыдан келді ол, ол басқа жоқ еді. Өйткені осы турда келді. Жақсы ойнайды деген голдарды салды. Аблай, Азамат, Әкімжан, Шерхан. Турдың 4-ші ойыны Жәкеңе ауыр тиетін ойын. Қайсар және Actel Union командаларының арасында өтті. Есеп 5-1, Actel Union командасы жеңіске жетті. Бұларда 3-0-ге кіріп жалпы
жүлделі орынға бір табан жақындап жатыр Актыл Юнион жаймен-жай. Иә. Қайсар жаймен-жаймен түсіп жатыр. Мүлде тұрған сияқты ғой негізінен. Иә. Жүлделі орында Актыл Юнион. мүлде обзор жасағым келмеген матч болды мынау. Енді бұл матч бойынша бізде Де Брюйне болған жоқ, Бағлан, Бако болған жоқ. Бірден көрінді біздің жаңағы бір ойыншыға сеніп қалған команда екеніміз бірден көрінді. Осы уақытқа дейін де басқа командалар бізде осымен үшінші рет ұтылдық қой. Оның алдындағы командалар бізде уже түсініп қойды, оқып қойды ойынымызды. Бәрі бір Бако ойнайды дейді да. Баконы жауып тастайды, соответственно біз ойнай алмай қалып жатырмық. Осы уақытқа дейін сондай болып кетті. Бірінші рет сын болды бізге, тек өзіміз ойнадық. Өз күшімізге сеніп, өзіміз ойнап көрейік дедік. Нәтиже өте плачевный болып тұр. Иә, шамалы. Актыл Юнион жақсы дайындалды, жігіттер. Өйткені оларда мотивация бар. Өйткені олар бірінші орынға шығуда мотивациялары бар. Неге? Алдағы ойын оларда бірінші орын таласты. Сын ойындары. Біреуі достарымен, біреуі қайсармен болды. Енді болатыны Сайкерспен ойыны бар. Осы үшеуінде бізді ұтты ғой, енді қалған екі ойынды ұтса, оларда бірінші орынға шығатын мүмкіншіліктері бар. Сондықтан мотивациялары бұлардың керемет. Жігіттер соны көрсетті мына жақта. Бекжан, Абдулазиз, Фархат, Фарид және Спандияр автоголдар салды дейді. Жігіттердің ойындары өте керемет болды. Сондықтан Спандияр не телосложениесі бар, вес бар, салмақ бар. Кім? Ержанда да сондай. Фарид бар. Абай екеулері. Абай Несіпбек. Несіпбегінде кішкентай емес. Сонда былай стройный сенмен кім болып тұр ғой жаңағы? Абай ма? Абай да бірақ емес ол. Не ғой бірақ дәл андай лишний веспен емес. Негізі ойынды қарасаң бірінші тайм 1-0 ғана болды. Бірінші тайм 1-0 бітті, иә. Ол да жаңағыдай момент болды, спорный. Иә, спорный момент, жаңағы ойынды бастап кетті аналар, сондай жаңағы. Неточный пас и гол. Былай айтқан кезде Актыл Юнион бір керемет не көрсеткен жоқ. Жаңағыдай составқа, мысалға физикасы, былай видеодан қарап отырсам, физикасы жоқ сияқты ана команда. Спандияр еле ходит, мысалы. Соның өзінде де мен бір басымдылық көрген жоқпын. Ойынның жаңағы барысындағы басымдылықты көрген жоқпын. Бірақ екінші таймда жаңағы қате голдар кірді. Негізінен 1-1, 2-0 деген счет справедливый болады еді. Енді аяқ астынан тұрып жаңағы артынан гол бір жағынан мотивацияларыңызда болмаған шығар. Солай деп қабылдайық. Негізі команда бізде бірінші орын немесе ештеңе деген немен ойнады басында. Одан кейін болмай қалды ғой енді. Жаңағы Фофамен нича болдық, терайт еттік. Ештеңе болды. Ештеңе болды. Ештеңе. Басқа командалар, біз екі алайық, үш алайық деген сияқты бір мотивация қойып жатыр ғой. Басында шамалы жеңілгенде мысалға Соқпият секілді командалар, ал бұл жерде Қайсарда басында бірінші орында тұр. Қанша тур бойынша. И содан кейін үйреніп қалды, бір болуымыз керек біз деген. Ұқсайды екенсіздер. Иә. Сіз балдар деліңізге бірінші болдыңыз. Жаңағы ары қарай ойнайсыздар ғой. Иә. Біз ары қарай да ойнай алмаймыз. Бірден бермей саламыз. Болды бірінші ұтылысы болды, ары қарай ұтыла керек. Келесіне келмейміз деп па. Сол сияқты, иә, сондай ойын болды. Бұл жерде жекелеген қателіктер болды. Бізді команда жиналды, бір ғана замена болды ғой енді. Жоқ, енді бұл жерде алдыңғы ойындарда Баконың несі болып тұр ғой. Басымдылығы көрінді ғой. Иә, басымдылығы бар. Бірақ соның өзінде Қайсар мен Актыл Юнионның ойында Қайсар ұтуына да болатын. Жалпы да, есі шамалы не қылғанда, күш салғанда. Мен ойымша қатты күш салғанда онда еш нәрсе болған жоқ. Өткен Актыл Юнион или олай жаңа қатты бір ойын көрсеткен жоқ. Бір басымдылықты көрген жоқпын мен. Мынау қазір оңай ұтып кетеді деген сияқты ондай болған жоқ. Екі ошибка. Бірінші 3 гол ошибкамен салынғанда, жаңа қателікпен салынған, ол Бако болғанда енді бұндай болмайтын еді. Енді бір айтып өтек, кімнің Несіпбектің голын айтайық. Ол негізі достармен ойын бәріміздің есімізде шығар. Несіпбек 100%-ық
оны алдыңғы неде айтқан жоқпыз, Несіпбек ауыр тимесін деп. 100% момент салған жоқ қой, сол аяқпен. Бұл ойында угол енді слишком угловой жақтан сол аяқпен салды да, короче. Енді не ғой, жөнделді деп айтайын десек, ешқандай несі жоқ та. Бірақ Несіпбек біз енді сухой болмады ғой енді. Сухой болмауға бір не болды, себепкер болды. Несіпбек салды. Алдыңғы біз келгенмен келмегеннің разница бар болу екен ғой сонда. Иә, сондай ғой. Тер төккенмен біз 5-1 болдық па? келмеген. 5-1. Иә. Бұл матч бойынша Шерханның ой пікірін алайық. жеке дара ойыншылар бар ма, айтып өтсін. Мен ойымша Қайсардың ұтылған себептерінің бірі мүмкін ішінде бір ответственностьті өзіне алатын игрок болған жоқ сияқты. Бәрі ішінде мүмкін, менің ойымша әркім өзінше. Мен ошибка жасамасам болды деген сияқты. Ойнаған сияқты білмедім, бірақ қаншалықты шын екенін. Ал жаңағы Бако деген легионер бар кезде ол ойынды өзіне алатын еді ғой. Мен алдап салуым керек, өйткені біздің лиганың ішіндегі алғанда уровень бөлек ойыншы. Мен салу керекпін деп өзіне ответственность алатын тұғын. Ал мына матчта өзіне ответственность алатын адам болмаған сияқты. Әркім өзіне өзі. Әркім өзіне, мен әйтеуір ошибка жасамасам болды, мені алдамаса болды, мен әйтеуір біреуге пас беріп қойсам болды, далаға бермесем болды. Андай грубо ошибка жасамасам болды деп ойнаған сияқты. Мне кажется, соның кесірінен олар өзінің темпында есінде жоғалтқан сияқты. Жоғалтты демеймін енді, бір аз төмен дәреже содан болған сияқты деп ойлаймын. Мүмкін. Және жекелеген қателіктер ғой, жаңағы мысалға мен құлап қалдым, мен жатып алып не сұрап жатырмын. Фол болды, штрафныйға да деймін. Біз доп бізде болғанын мен көрмедім. Соответственно, уже ошибка болып саналады. И бірден олар алып кетті, гол салды мысалға. Сондай жекелеген сәттер болғанның себебінен уже счетты үлкейтіп алдық. И одан кейін уже камбэк жасауға уже күшіміз де жетпеді, бір жағынан мотивациямыз да төмен болды, сонымен жеңіліс болды. Ештеңе етпейді. Біз ерте айтып жатырмыз. Состав туралы айтып жатырмық қой енді Қайсардың мысалы Аширов Қайрат болып, сосын кім болса, жаңағы Бако, легионер, сосын Ертай. Так, айтайын да, так возможностьтарына Аширов Қайрат болу керек еді, Ертай болу керек еді, Бақыт Нұрсұлтан болу керек еді, Несіпбектердің кластасы. Алыстан Америкада жүрген. Нұрсұлтан. Сол болу керек. Және біздің потоктан бәрінде бар ғой. Жоқ, айтайын да, Даден Ахмет болды. Олардың бәрі күтілген ойыншылар ғой. Неге келе алмай қалды енді? Жоқ, келіп Нұрсұлтан ойын көріп жүр. Бақыт Нұрсұлтан келді. Бірақ Грижамен келді ол. Оны біз ешкім білген жоқ. Ол Бақыт Нұрсұлтан келіп болды деп күтіп отты. Ертай Бақытқа кететінін білген жоқ. Оны Бақытқа шақырып кетіп қалды. Қайрат енді жетіп сағат. Даден Ахмет тоже Астанадан келе алмай қалды. Өзінде ЛФ-тер бар ғой, еңбек несінде ойнайды. Өзінде лигасы бар ЛФ-тер. Жаңағы енді менің білетін Қайсарда, Қайсардың өзінің құрамасын айтатын болсақ та, сіздермен қосылмай. Аширов Қайрат, сосын Садуанов, Амирхан бар защитада. Амирхан, Ержанда жақсы болатын, соңғы кезде енді Ержанда көңілді қалдырып отыр. Енді қазір Аширов Қайрат, Қайрат пен Ертай екеуі болып, Спандиярдың травмасы болмаса, Спандиярдың травмасы болмай, қақпада Фарид тұрса, қалған ойыншыларды былай ауыстырып отыра беруге болады жаңағы. Бако болса, тем более уже жаңағы кімдермен қазіргі достардың составымен сәйкес үшеуі тепе-тең команда болады. Отрывқа кетіп қалатын. Ой, озып тұратын үшеуі. Маған негізі Қайсардан Думан Әжібек деген болады. Турдың соңғы ойыны сұмдық дерби десек болады. 2006 жылғы түлектер Орда спорт пен 2007 жылғы түлектер Яксарт командаларының арасында өтті. Аса тартысты өткен ойында сәттілік жолдас болған Яксарт командасы 4-1 есебімен жеңіске жетті. Ал енді сіздерді қайыр емес бұл. Спокойно воспринимай. Бұл ойынды айтайықшы, Яксарт пен Орда спорт ол лицей кезінде басталған бір дерби ғой, өзара. Бұл матчтарды, бұл айтайықшы, басынан бастап айтайық. Ол кезінде,
дерби деп санамаймын, соперник қылып санамаймын. Кәдімгідей бір еш нәрсе болмаған сияқты, бір маса шағып кеткен сияқты, дерби деп қатты қиналып, ойбай деп. Ешқашанда лицейдің кезінен біз ұтпаған команда. Бір рет осындай жарыстардың біреуінде ұтпау деймін. Сосын осы жолы ұтып тұрғаны. Балдарға бір мотивация бар? Шамалы, ары қарай жақсы ойнасын, келесі турнирлерге жақсы келсін деп, жігіттер атсалсын деп. Енді айтайыншы, басынан бастап 2006 түлек, 2007 түлектердің арасында ол кезіндегі Dream Team'дер ғой енді. Тханов, Сәкеннің кезіндегі Мұрат, бәріміз Боря дейтін Мұрат бар. Сіздердің командаларыңызда, иә? Кім бар? Думан Касенов ол кезде. Бұл матчта енді бөліп жарып айтатын, хэт-трик жасаған Жайсан бар, алдың ойында қатты сынап жібердім, сдал дедім ойында. Дубай жақпаған екен дедім. Бұл ойында өзі айтады, матчтан кейін сұраған, комментарийін алғам айтады. Топпен сөйлесіп жүргенде бабам. Айтады, видео. Топпен сөйлесіп жүрген кездері бар еді ғой. Иә, ол айтады. Интервью алған ба топтан. Өзінің сөзін айтады, таңғы 4-пен етпедім дейді, сол подкаст көріп алдым дейді, таңғы 4-пен ұйықтай алмадым дейді, әңгімеден кейінше. Сдал деді, басқа деді дейді. И барды да, школ салды енді. Ваннамның киносында аудардан секіріп секіріп азанға дейін тренировка жасап. И Ғани салды, сіздерден жас болса да бас болып Шерхан салды. Иә, бұл жерде бір кішкене мәселе, бұл Златан салынады да бұл жерде. Кім ол Златан? Шеңгелбай Мұрат салынады. Бірақ ол андай айтатын де, енді бұна жақта мен жаңа айттық қой, камера артындағы нелер бар, комментаторлар бар да, ат шықпаған звездалар, короче, айтпай тастайды да, не дейді, не деген нападающий дейді да, не деген шабуылшы дейді. Ал пастар, ни о чем пастар келіп жатыр да, бірақ соны игеріп алып, әйтеуір воротаға соққы кетіп жатыр. Бірақ кіріп жатқан жоқ енді ол бір сәтсіздік қой, иә. Үш момент болды, бір упор бір момент болды, мысалға. Упор моментте мен қолына тиді негізінен мен не қылған кезде, бір жатып тұрған кезде қолына тиді, сосын ойладым, судья тоқтатады шығарды, мен пауза болып қалды шамалы да? видеода көрген жоқпын соны. Пауза болды, иә. Пауза болды, пауза тұрды, сосын мен сосын да кеттім да оны. Иә. Білмеймін, ол салуға. Невезение болды, иә, кішкене. Невезение болды. Деп айтып отыр, сәттілік, ясақтың жаңағыдай бір не сияқты болып көрінер, жаңағы отмазка ретінде да, бірақ ойынның расында травма алып қалдым. Негізі травмамен келдім, сосын тағы да жаңағы тағы бір травма болды. Бірден екінші минуттан сосын защитада ойнадым. Айбекте болған жоқ, Айбек негізі жақсы өзін көрсетіп жүрген осы уақытқа дейін. Айбек енді не ала бастады. Обороттары енді алып келе жатқанда травма алып қалды. Алдында бірінші ойындарда жаңағы тебетін моменттерді тебалмай қалып бір нелер болып жүрді, жақсы моменттері. Қазір уже 2-3 адамды алдау, кеше бір ойындарды қарап отырмын да видеосын. 2-3 адамды алдап сөйтіп бір нәрселер істеп теуіп қояды. Алда енді алда басқа да жарыстар болады жоқ, құдай қаласа соған не қылады деп ойлаймын. Енді сарапшымыз бар, екінші Шерхан. Шерханның ойы қалай бұл матч бойынша Яксарт пен Орда спорт арасындағы ойын. Бұл да өткен турдағы Соқпетпен Елучинің ойыны секілді бір жас аралығында ойналған бір текетірес мықты. Ойынды көрген жоқпын. Шыны керек көрген жоқпын. Хабар жоқ, вообще нем жоқ. Мен Орда спорт следующий сопернигіміз екенін білемін. Яксарттан ұтылып барамыз білемін. Яксартты ұтып келе жатып, 4-2 ма ұтып келе жатып, 5-4 ұтып барамыз. Неге олай болды? Келесі себя салып сөйтіп. Иә, жеткерген звездный часы болды ғой. Қызық қылған. Енді Орда спорттан Шерхан деген інім салыпты өзінің. Аттасын еще лицейде енді. Еще 2 класс, 3 класс өтумен оқып, жақсы білемін. Соған қуанып отырмын еще. Алдында капитандардың группасына жазылған, сол бір баланы алайық деп. Осы бірінші турда келіп салыпты. Тұтақ қойып, бірінші орын. Шерхан молодец. 7-ші турдан кейінгі турнир кестесіне тоқталайық. Қысқаша атап өтейін. Бірінші орында Сакерс командасы, одан кейін жаңадан қосылған, үштікке жаңадан қосылған Актер Миньон. Үшінші орында Соқпет командасы, одан кейін Достар.
5-ші орында Яксар, жақсы көтерілу болды бұл командада. Одан кейін Қайсар 6-ші орында түсіп кеткен. 7-ші орында Актыл Unity, одан кейін 8-ші орында Орда Спорт, 9-ші орында Фофан және соңғы 10-ші орында теңдеп тұрған Тұран командасы. Біз негізгі неміз бойынша өзіміздің осы уақытқа дейін дәстүріміз бойынша келген сарапшыларымыздан турнир 9 тур ғой. 9 турдың соңында алғашқы үштік кім болады, соны айтып өтулерін сұраймыз. Ойынша. Уже соңғы 2 тур ғой, сол 2 турдан кейін уже кім болады. Мысалы, Сопет бізбен бір ойынға қалды, сонда 3 очко уже жоғалтып. Сопет жоғалтты. Ойынына қарап айту керек, таблица бар ма сіздерде? Сізде бар. Сізде де бар таблица. Қазір болжамда шығады соңында. Енді Сайкерс Актер Юнионмен ойнайды екен ғой, иә? Мұнда Сайкерс болмағанда неше алады ғой? Ол ұтатын сияқты да. Команда бойынша айта берсеңіз Енді Сайкерс бірінші орында қалады ғой? Иә, точно, Құдай қаласа. Ойынша. Сайкерс бірінші орында болады, сосын Актер Юнион Сопет бізден ұтылады ғой. Достардың қандай кім Фофан. Достар алдыға шығатын отыр, үштікті достар. Сосын Актер Юнионның соңғы ойыны кім? Сопеттің соңғы 2 ойыны да олар ауыр. Біреу Сайкерс, біреу достар. Сопеттің тұран тұр ғой, иә? Дұрыс па сосын? Сұхбетте оңай. Сұхбетте сәл. Өздері айтпақшы бізге оңай дейді соңғы тур ше. Біреу айтады, біреуі тұран, екіншісі сіздер дейді, Орда Спорт дейді. Сопеттен де ол 3 очкосын жіберіп тұр, Тұранмен алады Орда Спортта точно бере тұр ма? Ол жіберіп тұр. Салқан отметкісі. Сайкерс ұтады, Актер Юнион сосын Актер Юнион соңғы ойыны кіммен екен? Актер Юнионның соңғы ойыны достармен. Достармен ба? Онда достар Сопет Сайкерс. Сайкерс бірінші орын, достар екінші орын, или Сопет екінші орын бар. Сопет Екінші орын, және достар үшінші орын. Жақсы. Шерхан? Мен негізі ойындарға примерно сенімдім деп айтсам болады. Бірінші орында Сайкерсті көріп тұрмын. Енді өзі 2 тур ғана қалды ғой. Кімдермен ойнайтында, кім қандай положениеде екені де белгілі. Екінші орынға Сопет болады деп ойлап отырмын, және үшінші орында Актер Юнион және деп ойлаймын. Бізге түсірілімге локация ұсынып, техникалық қолдау білдірген үшін облыстық жастар ресурстық орталығына алғысымызды білдіреміз. 7-ші турдан кейін сұрмергендер тізіміне тоқталайық. Бірінші орында енді біраз турдан бері тұрақты қалған Жомарт Ислам 20 голмен тұр екен. Сұмдық салып сатты, 20 гол. Бір ойында бізге 10 гол салды ғой. Екінші орында Әбнағиев Дебрюйне Бағлан 11 голмен. Одан кейін үшінші орында Төлешев Рахим достар командасының. Одан кейін Тұңғышбай Сархан ақсап жүріп қосылды енді. Жақсы қосылды. Неймардың еседі. Туысқан таныс. Одан кейін Фофан командасынан Измағамбетов Бауыржан 8 голмен. Одан кейін Орда Спорт командасының алғаш сүйреушісі, шабуылшысы Сеңгелбай Сыратаны. 8 голмен 6-ші орында. Одан кейін Арғынбек Асылбек Актыл Юнити командасынан 7-ші орында. Батырхан Фархат Сопет командасынан 7 гол. Бір ойында 5 гол салып Фархат жаңадан қосылды. Одан кейін Жүсіпбаев Жанисан Яксарат командасынан 7 голмен. Доста Тұран командасынан Сәмен Ағасанов 7 голмен тұр екен. Ағамыз заслуженно тұр. Ең соңында болса да кіріп тұр. Ойыны енді бөлек деп бағанада айтып жатырмыз. Енді бұл жерде Жомарт Ислам алып тұр деп айтуға болады ғой жаңа. Үміт жоқ сізде. Келесі матчтарда менде үміт бір матчта 10 гол салсаңыз әр ойында болады. Мен шыққан ойынның бәрінде ұтамыз деп шығады біздің команда. Мен өзім де қазір 7-8 гол саламын деп шығамын, бірақ енді жаңадан қосылғандар. Жаңадан қосылғандар Батырхан Фархат 5 гол салды. 5 гол салды. Жүсіпбаев Жанисан 7 голмен. Одан кейін Сәмен Ағасанов осы турда қосылды. Жайсанда да әлі 2 ойында 5 гол салып алдыға шығып кете алады. Келесі матч біздің еді ғой.
Болмайды. Және екінші бір инсайт берейін. Бізге толық Жайсан болмайды. болды. Бітті, Жайсан кетті. Жайсан үшеуде қалды. Яксар онда Ғани да болмайтын шығар. Ғани да болмауы мүмкін. Өйткені сендердің ойындарың үшін қалды бір нәрсе деп айтып жатқан. Мақұл дедім. Иә, сөйтіп айтқандарың көрсет деп айттым. бізге толықтырулар келеді. Иә, бізге толықтырулар болады, Ертай келеді, Алмас келеді дегенде енді біз соңғы Сіздерде кім бар? Не болады? бізде Бағлан Ерлетов болса. Бағлан енді. Осы списокке кіріп қалуы мүмкін неспеген анамыз бар. Иә, ол жақын Не жолмен ба, тұрау. Мен Арғынбек Асылбек туралы айтайын өзім. Иә. 7 голмен тұр, ол стабильный салатын нападающий. Әр матчта әйтеуір бір гол салып сөйтіп жүреді. Кеше соңғы матч болған жоқ. Кеше ойнаған жоқ. Иә. Бір ойнағанда кеше бір минимум бір гол салатын еді ол. 2 гол, 3 голда салатын негізі. Иә, көрініп жүрген жігіт. Каждый момент матчта өз моментін табады әйтеуір. Иә. 2-3 моментін тауып. Протоколда аты шығатын жігіт қой, жалпы. Иә. Гол салып жүреді. 7 турда. Енді стабильный қарайтын болса 7 турда әр матчта средний бір голдан салып тұрған. Иә. Бүкіл Джорди көрсеткен сынбегендердің барлығына сәттілік тілейміз. Әлде 2 тур бар. Мына жерде рақымнан ғана кішкене шанс аз болып тұр, қалғандарында мүмкіншілік бар. Гол салып өздерін көрсетеді деп ойлаймыз. Қауіпті аймақ келесі тур жіберетін ойыншыларға тоқталайық. Жүзкен Дастан деген абиіміз енді біраз тұрып жүрді. Тұрақты Неше болды уже. Неше жол? Екеуі бірден алып алған, үшіншін алып алмай жүр. Өзі сақтап жүр деп айтсақ болады. Менің білуімше бұл екі жаңа сары қағазда неден ғой жаңа? Линияда. Правила. Ереже. После свистка. Бастап Содан не болып қалған. Меніңше таза ойнайтын. Жалпы ол қателікті команда жасайды деп ойлаймын, өйткені Рахым да соның болды ғой. Екінші жолдың өзі пятый сұрап, сол матчта, сәйкеспен матчта. И Көз ойындарда болады, ол тек қана бізде лефтеде сол жақсы ойындардың үстінде дәл осы ситуация болады. Свистокты күтпей бастайды да, жолды берсең дәл сол неден қайтадан красный алып тұрады ғой, сондай моменттерді енді біздің регламентін алып тастаған дұрыс па, әлде қалған дұрыс па? жоқ, қалай мини-футболдың заңында қалай жазылған, солай қылып істей берген дұрыс оны. Жалпы мынандай сұрақ бар, легионердің қазір бір легионер бар, келесі турның ойындарында легионердің, жалпы легионердің рөлі туралы сіздің ойыңыз қалай? Өте жақсы. Жалпы легионер болғаны дұрыс. Сапасын көтереді, команданың жаңағы ойынды жүргізеді деп айтуға болады. Енді бүкіл негізі бүкіл командаларға не қылып қою керек, шарт қылып қою керек та, келесі турнирлерде бір легионер алып келесіңдер. Легионер мәселесі біреу болған дұрыс па, әлде оның? Легионер енді легионер екеуі болғаны дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, мәште Бағланда, жаңағы Бако келе алмаған жағдайда тағы бір легионер дайын тұру керек. Получается, поляда екі легионер одновременно болмайды. Болмайды. Мысалы, бір ойыншы, заявкада екеу болады. Заявкада екеу болады, ойынға екі адам келе алады, бірақ ойынның үстінде алаңда бір моментте екі легионер болмайды. Бір-бірін замена жасауы мүмкін, жаңағыдай травма болады, ол да не ғой, робот емес ше. Бізде мысалы легионер Нұр-Сұлтанды біз бірінші 3 матчта кәдімгідей ат қылып жібердік та, былай айтқан кезде. Ол алдыға да жүгіреді, ол артқа да жүгіреді, сосын жаңағы раздевалкаға барғанда, Нұр-Сұлтан шамал дұрыстау ойнаса, сен мынандай қателіктерің болып жатыр деп өзіміз айтып отырмыз да. Сондай сияқты. Негізі легионерлер көбірек болған дұрыс. Қауіпті аймаққа келесі тур пропускать ететін ойыншыларға тоқталайық. Қауіпті аймақта бастап тұрған, біраз турдан бері тұрған Жүскен Дастан ағамыз. Одан кейін Актел Юнити командасынан Сейтжаппар Азамат. Юнитиде бұл Азамат бұрыннан бері тұр, жоқ? Осы неде қосылды, осы турда? Жоқ, осының алда бір тур. Одан кейін Соқпет командасынан Тәжібаев Нұрғиса. Одан кейін Жандос Тажмағамбет. Осы матчта алды ғой. Қауіпті аймақта 2 жол алған ойыншылар. Одан кейін келесі тур ойнамайтын ойыншы Төлешев Рахим. Осы ойнамайтын жағдайымыз енді.
енді бір ең қызықты сәтке келдік. Жалпы қонақтардың болжамын алатын Айдар. 8-ші тур ойындарына жекелеген сіздердің ой пікірлеріңізді, болжамдарыңызды аламыз. Бірінші Мәкеңнен бастайық. Бірінші ойын, ашушы ойын. Сіз үшін маңызды ойындардың бірі. Как раз екі команда арасында ойын. Бір-бірімен. Енді Орда спорт Астел Юнити командасына. Сағат 9-ға қойған қиынырақ та бізге. Сендер өтіп қойыларыңыз мүмкін. Нақты себебі және есеп. Енді осы аптаның соңына белгілі болады. Легионер келеді ма, Данияр травмасынан шыға ма, кімде жаңағы Айбек травмасынан шығып бүкіл команда жиналатын болса жаңағы. Онда бір 4-3 деген есеппен ұтатын шығармыз, солай қаласа. Жазып онда 4-3 есебімен Орда спорт ұтамыз дейді. Шерхан не дейді бұлар? Қандай ответ береді? Қызық болып қалды. Біздің команданың бір ерекшелігі, біз мына команда мынау келмейді бүгін мынаны ұтып тастайық деген сияқты жоқ. Бізде мынандай игрок бар деп қарамаймыз ондайға. Ол игрок болсын, болмасын бізге разница жоқ. Біздің примерно өзіміздің ойымыз бар. Сонымен ойнаймыз біз. Бір игрокқа болады, бір нәрсемізді өзгертпейміз. Келесі ойында әділет болады. Әділет болады, Құдай қаласа. Әділет болады, Құдай қаласа. Келесі ойынға барлық составымызбен келеміз. Ешкім қалмайды. Енді мен бұл ойында біздің Актел Юнити командасының жеңісін болжап отырмын. Бір 5-3 деген. 5-3 жазып жүрмін ғой. Жазып жүр, 5-3 есебімен дейді. Және екінші, одан кейінгі ойын Қайсар мен Яксарт арасындағы ойын. Бұл ойынға ойларыңыз қалай қалды? Жалпы. Кімнің Қайсарда, жеңісіне? Яксартта өзім ең жақын інілерім болып келеді. Екеуіне де былай. Бірақ Қайсарды айтқыңыз келіп тұр ау? негізі Қайсарда енді Бако болса, кім Яксартта жайсан болмайды дейді, ғани болмауы мүмкін. Ертай келеді. Қайсарда ертай болса енді Яксартта бірақ не сандай? Оңай шабылар жаңағы емес. Защитасы. Бұл да сол 5-3, 5-4 деген жөт болар. Бірді нөл дегімізде болмайды, негізі. Мини-футбол. Негізі мен мини-футболда жаңағыдай болжам деген затқа сенбеймін. Жалпы спортта сенбеймін болжам деген затқа, бірақ енді Жалпы заставляйте, не істейміз енді. Шерхан. Қайсар соңғы турда Актел Юниннен ұтылды ғой, бірдес. Оның алдында да достардан ұтылды ма? Достардан ұтылды. 2 ойын ұтылып тұр, подряд. Енді осы собраться ететін уақыты негізі қазір. Если бұдан ұтылатын болса, то уже одан кейін де ұтулары қиын болады. Негізі қазір характерін көреміз Қайсар командасының. Қайттан жинала ала ма осы 2 жеңілістен кейін, немесе болды ма уже қойды ма деген сияқты. Бірақ енді сонда да мен осы Қайсар командасына осы жеңеді деп ойлап отырмын. Бірақ көп гол болады деп ойлап отырған жоқпын негізі. 4-1 ма, может 4-2 бір. Сондай голмен Қайсар командасы жеңеді деп болжаймын. 4-2 дейді. Үшінші ойын Достар және Фофан командаларының арасында ойын. Бұл ойын туралы Рахим ойнамаса, сосын Башкан мен Ермұхамед болмаса. Фофанда белді ойыншысы Тағымбаев Нұрсұлтан келеді. Хомеспен жүрген, Эллофтен дейтін бала. Енді қайтқан бізбен Фофан біз жақсы ойнап кетті ғой бір. Бірақ Хупиятада именно Қайсарға келген кезде нича болды. Ойын жақсы ойнап кетті. Былай қарап отырсам Достардың біраз ойыншысы енді бетке ұстар ойыншылар болмайтын сияқты. Болат болса, сосын жаңа Қанат екеуі. Фофанға да енді сенім жоқ. Былай да ойнайды. Жанр хаттар үшін ойнайтын мамады аты айтып тұр. Фофан. Енді Достарды ренжітпеймін енді. Фофан 3-2 голдан кем салмайды бұлар. 3 деп білейін бұларға. Мына жаққа бар. 6 деп білейін. 6-3. жақсы крупный счет. Достар, Фофан. Матчта болжамыңыз? Бұл матчта мен Достар командасы жеңіске жетеді деп ойлаймын. Білмеймін, бір Фофанды жетеді деп тартатындай бір факт, бір аргумент көріп тұрған жоқпын негізі. Достар намного мықтырақ сияқты Фофаннан. Жалпы Достар командасында негізі гол салу несі жақсы. В среднем алатын болса, әр матчта бір 3-4 голдан салып келе жатыр.
бұл матчта бір өзгеше болмайды деп ойлаймын, бір 4 гол салып, может 1 гол жіберетін шығар. 4-1. 4-1. Одан кейін Соқпет және Тұран командаларының арасындағы ойын. Бұл ойын туралы ой пікірлеріңіз қандай? Ағаларымыздың ұтқанын қалаймын, тек қана ұтсын деп жүр. Сол үшін өйтіп бүйтіп 4 гол салатын сияқты. Соқпет бір защитаға тұрып алса, Соқпет Сарқын 2 гол салса? 2 гол салса, Соқпет 2-2. 4-2 Тұран ұтады деп. Бұл прогноз емес, бұл андай болеть етіп қалған әңгімесі. Жоқ, енді мен айтып отырмын, прогноз деген болжам деген футболда вообще қиын зат та. Енді Соқпет командасы өзінің ойындарын тапты, өздері білет, әркім не істеу керек екенін. Мне кажется, 30 минут бойы олар гол салумен айналысатын сияқты Тұранға қарсы. Тұран енді үлкен ағаларымыз қанша сыйлағанмен енді бұл жерде Футболда поляға результат айтатын кезде, мне кажется, уже разгроммен ұтатын сияқты Соқпет командасы. 7-8 гол да салуы мүмкін, может. Есеп? 7-1 деп жазайын енді, 1 гол салатын шығар деп ойлаймын. Одан кейін соңғы матч өте бір тартысты. Бірінші орында нақтылайтын. Центральный матч болады бұл. Неге өйткені, егер Актыл Юнин ұтып кеткен жағдайда теңесетті және очный встречамен бірінші орынға шығып кетеді. Солай. Сіз достармен ойында ұтқаны ғана қалады бұл. Сондықтан бұл центральный матч ма еді? Сайкерс және Актыл Юнион командаларының арасында өте бір тартысты. Актыл Юнион кеше Қайсармен Сайкерске қарсы. Сайкерсен біздің өзіміз ұтылып, мысалы. 10 гол өткіз ба? 14 гол. Бір адамнан дегенім ғой. Ислам. Так, Сайкерс мен бір 5 гол жазайын. Сайкерс 5 гол. Бір гол салады Юнион. 5-1. 5-1 Сайкерстің жеңісіне. Енді өздеріңіз айтып отырсыздар ғой, бұл өте маңызды матч деп. Актыл Юнион егер ұтатын болса бірінші орынға шығады. Бірақ, кажется, бұл наоборот оларға қарсы Обратный эффект. Обратный эффект болатын сияқты, олар ұтуымыз керек, анау мынау деп. Наоборот өздерін Қайнап келеді, резко бәлшіккіге болатын істеп кетуі мүмкін. Өздерін артқа қарай тартып алатын сияқты, наоборот. Ал Сайкерс өздерінің сол ойын басталғаннан тек сол балдарды жүгіртіп, оларды өздерінің дайындалған нәрселерін істеп, планы бойынша. Планы бойынша. Мне кажется, Актыл Юнион енді бәрібір бұл команда өздерінің голын салады. Біреу емес ол, одан да көп салады, может 2, может 3 салады. Бірақ жеңістеріне мүлдем сеніп тұрған жоқпын. Есеп? 6-2, 6-3. 6-2, 6-3 дейді. Болжамдарын алдық. Болжамдарыңызға рахмет. Бұл болжамдарды біз енгіземіз. Сол бойынша сіздердің нелерін шығарамыз, пост қып шығарамыз, оны біздің әсемемшіктерге сәлем деп қойын тағы да. Планы алдыңызға дейтін бар. Қызықты айдарымызға керек. Қызықты айдар. Көрерменнің көптен күтетін айдары. Бәрін талқылапсыздар. Барлығын талқылап енді. Жеке қонақтарымызға түлектен сұрақ дейтін айдарымыз, келесі айдар. Бірінші сұрақ Мұрат ағамызға. Мәке, дословно оқимын, қалай жазылды, солай айтылу керек. Комментарийден бөлек дайректке келгенде сұрақтар бар. Комментарий... Әлі кесенімдер біраз келген сияқты. Бірақ ол комментарийға келген... жазып, бұлай басқа біреудің атынан да жазсын. Комментарийға келген сұрақты біз сайтына қармауға отырып, өйткені сіз біліп тұрасыз, ответіңіз уже дайындалған болады да. Сондықтан директке келген сұрақтарда басынан қараймыз, көптерін қойған алтын сұрға директке жазыңыздар, қызығырақ болады сол кезде. Бірінші сұрақ Мәкенге, турнир біткесін үйренесіз бе? Сұрақ бойынша сыныптасыңыз. Турнир біткен, мен сыныптасын ғой бар. 2006-дан келген сұрақ қой енді сыныптасын дегенде. Бақытжан бар, Бақытжан бар, жүрген сияқты ғалан. Турнир біткесін үйренесіз бе дейді. Жаңағы Бамбари болып үйренесіз бе деген сұрақ қой. Ол сұраққа жауап бермей интимный сұрақтар ғой.
личный дейсіз ғой. Иә, личный да жаңағы. Ол сұраққа уже қазір мен оны қарамаймын да, ол қай жерге барсам да мен примерно білемін осындай бір сұрақ болатынын ше. Қай жерге барсам да, қай бағдарламаға тым қызық емес та оған. Негізі қызық емес оған жауап берген. Ол сұрақ қызық болуы мүмкін. Бірақ оған жауап берген, иә, үйленемін, үйленбеймін деген. Ешқандай несі жоқ. Ассалаумағалейкум, қалай жағдайлар, жақсы ма? Қашан ойлайсың деген сұрақ қой. Үшінші ойладың сұрақ қой. Иә, пропускаем. Жақсы, пропускаем. Шерхан сұрақ. Unity командасының лидерсіз жалпы. Футболдан бөлек теннис, шахмат, тоғызқұмалақ, волейбол деген спорт түрлерінен жақсы. Еще красавчиксіз. Неге сонша идеалистсіз жалпы? 2020 жылы келіптен келген сұрақ. Жақсы екен, жақсы. Менде качестволары бар екен. Білмеятынбыз, иә. Идеально емес, айтып отыр, жақсы качество деп. Жақсы качестволарым, может, уақытымды дұрыс қолданғаннан, одан бұрын ең бастысы негізі әке-шешем маған берген свободасынан деп ойлаймын. Яғни свобода деген бос барып білген істе емес. Варианттар беріп, осындай, мынандай мүмкіншілік бар, мынандай істесең, мынандай мүмкіншілік бар деген. Содан басталды деп ойлаймын, ең бастысы. Кішкентай кезімнен 7 жасынан, 6 жасынан 9-ма ойнадым ғой. Дальше бір нәрсемен айналысқан кезде де жай емес, барынша максимально айналысуға тырысамын, максимум бір результат шығаруға. Соның арқасында, может, и дальше уверенность жинала береді. Мен істей алады екенмін ғой, бір нәрсемен айналыссам, оказывается, у меня получается деген сияқты сөйтіп келе берген нәрсе сияқты. Негізі шахмат не деп жатыр ғой, Мәкеңде былайша чемпион ғой, лицей чемпионы, шахматтан. Негізі лицейде бізде бар, организатор айтсақ болады, болашақта шахматтан турнир жасап жіберсек, мысалға, көреді, көрініп жатыр қызық екен, шахмат қой, өзім бірден бір қызығушы ретінде, қызық болып тұр, жақсы ойнайтын жігіттер. Қазір уже не болады екенсің ғой, бұл да спорт қой, шахмат да, мысалға. Неңді жоғалтасың жаңағы. Формаға кетесің, ойнап ойнай бермесің. Лицейдегі бір күнде уақыт болып тұрады, 10-12 партия ойнайтын кезде. Қысылуын әсіресе, дұрысы жоқ. Пағатырлаты ойнай бересің ғой. Дым да шаршамайтын. Қазір қанша арада? 15 негіз қызық болады деп ойлаймын, егер осындай бір формат болса, иә. Үшінші сұрақ Мәкеңге. Екінші сұрағыңыз ба? Былай ойнайын. Иә, былай қойып жатыр ғой. Үшінші сұрақ, сізге екінші сұрақ. Қашан үйленесіз? Осы қазір жауап беріңіз. Келесі турнир басталғанша үйленесің ба деп ше? Басқа сұрақ. Сіз лицей кезінде мықты қақпашы едіңіз. 5 жыл бойы қақпадан шықпай бердіңіз. Бомбардир тізімі неғып жүрсіз дейді. 2009 деп сұрақ. 2009-да. Жаңағы лицейде де мен жаман ойнамайтынмын. Иә. Неде? Бірақ қақпада. Біріншіден қақпада орын бол, жаңағы қақпада тұратын адам болған жоқ та. Иә. Сосын талантливый человек везде талантлив дейді ғой. Ол нападениеда да, қақпада, защитада тұрып береміз деп мақтана берсең. Негізі нападающий, негізі фартовы жақсы тұрады. Онда бір не бар, фактор бар өзінде. Сондай болады. Иә. Қаяқта тұрсам да бір орында тұрған жақсы. Сол болсын жауабым. Шерхан ағамызға сұрақ. Иә. Назарбаев университетінде оқисыз. Пандемия кезінде жалпы онлайн оқу қалай болып жатыр? Бұрынға қарағанда қалай өзгерді? Енді бұл сұрақтың несін мен ашып өтейін. Неге? Өйткені бір жағынан енді Қазақстанның бір түлектестер білім алатын жер ол Назарбаев университеті ғой енді. Нөмір 1 деп Қазақстанда, иә. Енді басқа университеттер енді онлайн оқып жатыр ғой. Қатты бір Назарбаев университетінде онлайн оқыған қалай деген сұрақ қой, жалпы. Бірінші надан бастайын. Мен басқа университеттерде қалай оқығанын білмеймін. Мен салыстырмаймын да. Тек өзімнің университетім туралы айтайын. Сабақтар көбінесе профессорлар түсінікпен қарап, сабақты бір уақытта болатын қылмай жатыр. Яғни, примерно, мысалға 3-тен, мысалға 5-тің арасында қарау керексің деген сияқты. Сол кезде қарау керексің, или соған байланысты тапсырманы 3 күннің ішінде орындап қою керексің деген сияқты. Сондай тапсырмалар. Көбінесе сабақтар сондай болып жатыр. Прям менде мына уақытқа дейін сабақта отыруым керек дейтін сабақтар тек 1-2 сабақ қана. Сол, және келесі неден избегать етіп жатыр.
емтихандар ашық, яғни кітаптан қарап не қаласың, бірақ уақыты қысқа. Яғни сен оны жауап беру үшін, сұрақтар жауап беру үшін өзің басында білімің болу керек. Бірақ ол бізге запрет бермейді, кітаптан қарама деп. Өйткені любой адам возможность болғаннан кейін қарасаң, үлгерсең қара, істей алсаң істе, бірақ уақыты қысқа емтихандардың. Опять же барлығы түсінікпен қарайды. Мысалға, мен мына уақытта сабаққа қатыса алмай мынандай жағдай болып тұр десең, уақытын қозғалтып өзгертіп деген сияқты. Түсінікпен қарайды, мүмкіншілік береді деп тұр ғой. Рахмет бұл сұрақтарға жауап бергендеріңізге. Бұл біздің түлектерден келген сұрақ. Әлде де қонақтарымызға активный болып, сұрақтарды көбірек әсіресе директке жібергендеріңізді қалаймыз. Өйткені сұрақ ашық болса, ол қызығын терейт етеді да. Сұрақ болды. Осымен болды. Екі ғана сұрақ аламыз, қалғандарын не қылмаймыз, қолданбаймыз. Тағы бір қызықты сәтке келдік. Қонақтан сұрақ айдары. Құрметті сарапшылар, сіздер ережесін білесіздер. Жалпы көрермендерге сұрақ қоясыздар, экран ар жағындағы көрермендерге. Сіздердің қойған сұрақтарыңызға біздің түлектеріміз жауап беріп, жауабын комментарийге жазатын болады. Осы YouTube арнасындағы осы видеоның астына жауаптарын жазатын болады. Бітірген жылын, яғни сұрақтың жауабын, есімін жазатын болады. Олай болса, сұрақты мәке сізден бастасақ, сұрағыңыз, сыйлығыңыз жалпы көрермендерге қызықты болу. Сұрақ мынандай, мен Реал Мадрид командасының жанкүйері болам, және де менің ең сүйікті ойыншылардың бірі Роберт Левандовский. Сол қай кезден бастап мен Роберт Левандовскийді ең ең сүйікті ойыншым. Қай кезден бастап мен Роберт Левандовскийді ең сүйікті ойыншым ретінде қабылдай бастадым. Шерхан Абидың сыйлығына сұрағына көшейік. Мен екі сұрақ қойғым келіп отыр. Өйткені біреуі интернеттен оңай табылады. Оңай болғанда шамалы ізденіп табылады. Сосын өзіне личный сұрағым бар. Екі сұраққа да жауап беру керек. Екеуіне де бірге жауап. Бірінші сұрағым 2007-2008 жылы сезонда Лига чемпионатта Челси бір ғана командадан жеңілді. Ол қай команда? Екінші сұрағым, мен өзім жақсы көретін номерім футболмен. Мысалы, Мессида 10-шы номер, Роналдо 7-шы номер деген сияқты. Мен жақсы көретін өзім номерім. Ол подсказка ретінде ол қазір Барселонада ойнайды. Сол номермен, және де одан басқа ол номерді ұнатуыма тағы бір Реалдың игрогі әсер етті. Жақсы сұрақ. Сыйлық ретінде? Сыйлық ретінде автовокзал жақтағы Лион теннис орталығы. Пинг-понг ойнайтын жер бар, теннис ойнайтын аспен. Сол жерде 3 сағат сертификат. Жақсы сұрақтарыңызға рахмет. Жауаптарын осы YouTube арнамыздың комментарий бөлімінде жазып, жылыңызбен бірге жазып кетіңіздер. Мұрат ағамыз сыйлығы әзірше құпия болды, бірақ бұл өте жақсы бір күшті бір сыйлық күтеміз. Машина деп ойлаймыз. Сонымен және бүгінгі соңғы сұрақ ретінде сіздерге бір болсын, екеуің араңызда соңғы 8-ші тур біз олай пландаған жоқпыз, бірақ Орда спорт пен Актел Юнити арасындағы ойын екен. Бірінші сұрақ, соңғы сұрақ мәке сізге, гол бола ма сізден? Иншаллах. Шерхан? Өзіне лично ма? Лично. Құдай қаласа болады, бірақ өзің голға ойнайтын адам емессің. Бірақ енді момент болса гол салып. Екеуіңізге де бір жақсы бір мотивация болсын дейміз. Бізге келіп уақыттарыңызды бөліп, осыншама қызық әңгімелеріңізді айтып, жаңағы критика айтып жатсыздар, ойлар айтып жатсыздар. Соның бәріне рахмет айтамыз. Сіздерге көп рахмет, және де мүмкіншілік болса Актел достық лигасының ұйымдастырушыларына рахмет айтқым келеді. Өте турнир өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Сіздермен болған Актел достық лигасының күнделігі келесі санда сіздерді күтеміз. Сау болыңыздар.